Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлнар. Бүгін біз Сан Себастьян испандық чизкейкін дайындаймыз. Чизкейкке қажетті ингредиенттер: сүзбелі ірімшік, қант, жұмыртқа, кілегей, жүгері крахмалы. Сүзбелі ірімшікке қант қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң жүгері крахмалын қосамыз. Тағы да миксермен араластырамыз. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Алдымен 2 жұмыртқаны қосып алып араластырып, содан соң тағы 2-ін қостым. Енді 33% кілегейімізді қосамыз. Кілегей міндетті түрде 33 немесе 35% болу қажет. Енді бәрін 1-1,5 минут миксерлейміз. Барлық ингредиенттерді дұрыстап араластырып болған соң, лопаткамен артық ауаны шығарамыз. Енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Формамның диаметрі 17 см. Астын фольгамен, жан-жағын пергаментпен жауып қойдым. Егер сізде дәл осындай форма болса, формаңызды бірден противеннің үстіне қойыңыз. Енді массамызды құямыз. Лопаткамен үстін тегістейміз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 220 градус температурада 35-40 минуттай пісіреміз. Ауға-ауық тексеріп қойыңыз. Осылай чизкейкіміз көтерілді. Суып болған соң кішкене басылады. Толық суыған соң формасынан шешеміз. Енді Сан Себастьян испандық чизкейкіміз дайын. Күйіп піскен беті испандық чизкейктің ерекшелігі. Тіпті осы чизкейктің екінші аты бас күйдірілген чизкейк. Жап-жаңа пісірілген түрде чизкейктің ортасы осылай дірілдейді. Басқа чизкейктерге қарағанда осы чизкейк өте ерекше. Тек қана дәмді және нәзік емес, текстурасы кремді, дәмі кілегейлі чизкейк. Рецептіні салайып басыңыз, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.